Ассалаумағалейкум қазақ елі, сериал каналына қош келдіңіздер. Және де жүргізушісі мен Мадияр мен Ерастар Мұсаққа енді сериал каналына семерканың тюнингтің алғашқы бөлімін шығарғаннан кейін кейбір адамдар дұрыс түсінбей қалыпты. Мен приораны сатып семерка алып деп ойлап жатыр екен. Жоқ, основной каналда көрген болсаңыздар, семерка біздің екінші машина. Дәл осы арнада бізде енді екі проект жүріп жатыр. Біреу приора, біреу семерка. Бүгінгі біздің бөліміміз приораның тағы да тюнингі жалғасуда. Не істейміз, қай жерде істейміз, соны қазір видеосын толықтай көретін болсаңыздар, алдымен видеомызды бастап алайық. Жалпы айтқан достар, негізі өткенде бірінші бөлімде, негізі семерканың бірінші бөлімде 200 мың теңгедей ақша кетті. Оңай емес. Технический состояние келтірдік. Көктем келгенде білесіздер. Ходовка жинау керек, кстати, машинаны ретке келтіру керек, обновление жасау керек. Бүгінгі біздің видеомыз дәл осы тақырыпта, приораға да дәл осы сериал каналында приораны істедім деген видео көптен бері шықпай кетті. Өйткені өзіндігінің себептері бар, жұмыстары бар, мүлдем қол тимей кетті. Бүгін енді дәл осы серия блокты обновление жасайтын боламыз. Енді тюнингте болған екен, любой машина бір жерін істедің ба, екінші жерін істеп жатсаң, бірінші істеп қойған жерің жайлап кете береді. Мүмкін бұзылуы мүмкін, істен шығуы мүмкін. Соны қайтадан істен шыққан жерлері, кеткен жерлерін барлығын қалпына келтіріп, мүмкін болса жаңа затты орнататын боламыз. Сіздер алыстамаңыздар. Ал видеомызды бастамай жолыстар, сіздерге керемет жаңалықтар. Қазір күнде білесіздер, Лига Чемпионстығында соңына таяп қалды. Ал сіздер өзіңіздің командаңызға жаңа келіп болып, төмендегі бекітілген комментарий сілтемеге кіріп, менің артымда серия блог деген промокод телефон болсаңыздар, сіздерге біздің артымызда дайындап қойған бонустық сыйымызды алатын боласыздар. Орындау шектеулі, олай болса асықпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Алдай олай болса бізде көктем келді. Неден бастаймыз? Астынан бастаймыз. Бірінші машинаның кішкене технический состояниесін көріп алайық. Ходовка бар, тормозной система дегендер бар, соның барлығын тексеріп алып келіп отыр. Ходовкаға қазір бір диагноз қоямыз, несін істеу керек, несін алмастыру керек. Мына жерде мінекей бампер алып қойдық. Бамперіміз, новый бамперіміз тұр. Алдын, қарсай, мына жағы қарсай, родной. Не жақ жеткіш жіберген. Қарсай, мына жақ жеткіш жіберген, что-то. Мына жағы сухой. Сол тормозноймен бірдеңе не тоғыз жетті, родной. Спортивный трибуник саған бұл. Мына салим блоктар кесіп қалады. Бұны салим блоктар отдельно сатылмайды екен. Енді қайтадан стоковый өзіңден саламыз. Тақ деген кезде тық дей ма? Сық дегенде арқап кетті сол жер. Деген жоқ па? Ондай жоқ. Ондай жағаны. Мына бамперде кімдегі мала дейтін жылаушылар болатын болса, сатам. Бұл ішіне ғой, енді просто бұны не үшін сататар дейтін болсаңыздар, покраска кетіп қалған, қараңыздар, астында бір краска қашқан, жоғарыда мына жері қашқан. А так сынбаған, негізі былай нормальный. Просто краска қашқан болмаса, мен осыны покраска тастайын десем, покраска 15 мың теңге сұрап отыр. Үстіне 5 мың теңге қосып, новыйын алазам ба? Мен дедім бе, мен 20 мың новый бампер алған түрім ғой. Енді мына бұл ішінен сатамын деп жатырмын. Алам дейтін жалаушылар болса, жазыңыздар, инстаграмға дайрект жазсаңыздар. А так сынбаған, просто мына жерде мінекей бұрында самурай тұрған шет есіктері бар. Шұртпен бұралған. Осақ қайдыман айтатындар, жаңа неғып спортивный салмайсың, неғып турбо салмайсың, неғып технический состояние андай істей болмайсың деп айтатындарға жауап берейін. Қараңыздар. Менде негізі осақ қайдың спортивный рычаг тұрды. Жақсы, безопасно жүресің, базар жоқ. Есть один но. Бұл темір, көлік бұзылады, запчастарын бұзылған кезде таппайсыздар. Сол себептен технический состояние стопкаға дұрыс. Кез келген жерде бұзылсаңыздар, кез келген қалада болсын, запчастарыңызды алып кете бересіздер. Мысал қараңыздар, мынау бізде өзіңіз стоковый заводской рычагтары, саблясы. Мынау бізде жаңағы треугольный спортивный рычаг. Бұның безопасный жері, мына жерде қалағанша өздеріңіз регулировка істей аласыздар. Сіздер мына жерде тұратын дөңгелектеріңіз артқа алдыға істеп қойсаңыздар болады. Ал мынада ондай жоқ. Заводской ортада тұра береді. Егер бір жерге ұрып таяқ жейтін болса, артқа кетіп қалуы мүмкін. Енді бұл жерде мен сіздерге салыстырма түрде айтатын болсам, мынаны қараңыздар. Енді бұлар енді темір болғаннан кейін резинасы болады. Резинасы да кетеді. Біздің Қазақстан жолдарында енді идеал болғандықтан қотыр жолы бар, наус бар. Сол себептен мынау салим блоктар айниды. Мына қараңыздар, татава біздің бір салим блок уже желініп кеткен. Негізі мынанша шығып тұру керек қой. Мынаншасы жоқ болып кеткен. Мынау өзінің стоковый заводской. Енді дәл осы салим блок желініп кеткендіктен бізде жаңа тормоз тастасаң артқа қарап, алды қарап дік етіп тұрылады. Газ бассаң артқа қарап дік етеді. Общем айтқанда машина кішкене некомфортно болады. Жүрген кезде тоқырлаған дауыстар шығады. Мен бұны шарабой деп ауыстырып жатырмын, болмайды, ауыстырамын, болмайды. Шарабойын бірақ шығар деп тағы ауыстырамын, болмайды. Сөйтсек, мына бізде салим блоктан екен. Осыны енді іздесек, бұндай салим блоктар ешқандай жерден табылмайды. Бұл запчастың өзі өте сирек кездесетін запчастар, сол себептен таба алмайсыздар. Ал мынаны кез келген жерден, кез келген қаладан іздесеңіздер табылатын салим блок. Бұдан шыққан нәтиже базар жоқ. Спортивный жинауға болады, спортивный бәрін істеуге болады, бірақ бір жерге барып бұзылып қалып қойсаңыздар, запчастарын табу қиын екен. Сол себептен технический состояниенің барлығын стоковый қылған дұрыс. Енді құдай қаласа қайттан барлығын стокқа келтіреміз. Енді бұдан кейін маған айтпай қойыңыздар, ана жерін спортивный қылып ал, дискіні спортивный қылып ал,
турбо салып ал, ананы спортивный қылып ал. Осыдан кейін түсінді деген ойдамын. Енді біздің тюнинг болғаннан кейін техник состояние ретке келтіреміз. Барлығын сток, тек қана түрін, комфорт жағын, вид жағын енді келтіріп отырсақ, соның өзі біраз жетістік қой. Так, сосын артқы жағынан барабан ішін ашып қарадық. Сөйтсек бізде мына бір цилиндр деген нәрсе болады. Жаңа сіздің жидкостарыңызды қысып, мынау бізде что-то айнаған қараңыздаршы, іші кішкене суланған, жидкост аққан. Қолымыз берген кезде кішкене слабо беріліп жатыр. Тормозды цилиндрді ауыстыру керек. Қолымыз бергенде уже барабан кетіп қалған шығар деп міне ескі барабан, новый барабан сатып алғам. Короче, ойлана келе мынаны лақтыра салу керек қой. Сіздерге де кеңес беремін, қолданбай ақ қойыңыздар. Спортивный болғанға дейін ары кетсе 6 ай жүреді, 6 айдан кейін сальниктер, сальникблоктар, резиналар айниды, и одан кейін таппайсыздар. Одан да мінекей мынандай заводской қойсаңыздар, өздерің стол как положено. Айтпақшы достар, біздің заказ берген 400 мың теңгеге титанкілеріміз келді. Оны обязательно ертең келесі бөлімде титанкілерді бөлек шығаратын боламын. Қандай титанк екенін көретін болсыздар. Семеркаға де, приораға да екеуіне екі түрлі титанк саламыз, сондай қаласа. Сондықтан да мынау бір бризговиктерді негізі бұрындары 16-жылдық рельспен жүрген кезде онша мешет етпейтін. Бұл жылы енді 17-жылдық алдық. Тем более мешет етіп былай тұрсын, кішкене некрасиво көріне ма деп отыр. Мынаны негізі алып тастаған жөн деп ойлап отыр. Бізден қараңыздар, мына жерде оказывается шайба болады екен, андай резинаны қысып тұратын. Бұл шайбаны, короче, жаңа алатын кезде есімізден шығып кеткен. Запчас базарда жабылып қалған. Интеркомнан алатын ек, негізі оригинал запчастар. Андай базарлардағы, запчас сататын жерлерде бұндай нәрсе жоқ екен. Сонымен енді, короче, шайбаға бола, короче, дөңгелектерін салмаймыз. Рычаг саблялар қалды. Пока енді басқаларын істей берейік. Қазір цилиндр бар, бамперіміз бар, анау-мынауымыз бар дегендей. Ал так достар, новый бампердің түрі мынандай. Негізі естеріңіз достар, алдында мен ескі бамперде, ана бамперде мынандай жерлерін қараға бояп тастағанбыз. Бұл жолы енді мен кеше ютубтан қарап көрдім, не істеуге болады екен. Сөйтіп, оказывается, бұны резакпен ба пышақпен қыздырып отырып кесіп соға болады екен. Қыздырып кесіп соға болады. Ішіне сервис деп көрініп тұрмай тұр, жөтен ішіне кедергі жасап. Бампердің аттақ түрі жақсы, состояние нормально, қараңыздар. Жылтыр, серебристый тура өзінің цветі. Қазір анада тұрған туманниктерді, решетканың барлығын ана жаққа өткізетін боламыз. Астындағы решеткасының жоғарыдағысын туманниктерін техник состояниемен институтта жасап, қалғандарын детекторда істейін ойлағам ғой. Саблямызға кішігірім бір 2-3-4 шайба табылмағандықтан сабля рычагтарымыз жиналған жоқ. Короче, ана әлі ертеңге қалып отыр. Енді басқа жұмыста ертеңге қалдырмай қойық деп, мына жерде барлығын істеп деп отыр. Жаңа бамперімізді ауыстырамыз, майда-шүйде жұмыстарымызды барлығын шешіп, ауыстырып көшеде істеп қоя саламыз. Ертең таң аты салысымен жаңағы запчасть сататын дүкендер ашылғаннан кейін шайбамызды алып, қондырып, сонымен жұмыс аяқталатын болады. Короче айтқанда жаңағы сабляларымыз соңына қалып отыр ғой. Замдай бір жұмыс істесе тазалап сөйтіп қарасаңыздаршы. Ескі бамперде тұрған туманкілерді алып, мынандай мен көпіртетіп, кірін шығарып, короче. Қазір мынаны қоямыз. Сосын достар, жаңа бампер шешкен кезде байқасаңыздар, алдын баяғыда менде сплиттер тұратын. Сол сплиттер қыстың күні қараға сынып қалды. Ничего страшно, новыйдан саламыз, короче. Алтак достар, короче, бүгін ауысып қойдық. Енді бамперді ұнасыр қойдық. Негізі қорыққан мен түсіне айырмашылық бола ма десем, почти екеуі бірдей. Бірақ енді 100% болмаса да, бір 98-95% енді кішкене болса да ұқсастық бар. Негізі қазір сплиттерін қондыруымыз керек. Просто салып көргенбіз ғой бірінші цвет жағынан қандай отыр екен деп біз қайттан шешіп. Номер жүре бердім, өзім жауап беремін. Даже под номерді тақпай қояйын ба? Қараңыздаршы. Под номеріне салып берді. Негізі машиналар нөмір салып ғой да. Қаяқтан Америкада ма, тек қана ақыр нөмірі болды ма, болмай ма? Алда нөмір болмайды Америкада ма? Короче, мынау біздің барс кубамыз. Яғни айтқанда аты, короче, сплиттер деп айтылады. Алдыңғы жол негізі бірінші темеде черный матовый тұрған. Бұл жолы енді глянцевый алды. Жылтырап тұрсыншы деп. Кішкене обзор көрсетіп кетейін сіздерге. Опа. Міне қараңыздаршы. Мынаған қарап түріңді қарай берсең болды ғой, мек шашың турлап кішкене. Міне. Міне. Новый жылтыр бампермен, новый жылтыр, короче, сплиттер. Өліп кетеді екен.
Ассалаумағалейкум, бүгін бізде екінші күн. Кеше енді приорымыз эстада қалып қойды, өкінішке орай шыға алмай қалды. Не шыға алмай қалды? Bir zam çeşitli. Какой-то бір дәл осы 4 шайба үшін кеше соны біз бітіре алмадық. Какой-то дейміз ғой, бірақ осының өзінде әжептәуір рөл ойнайды екен. Міне 4 шайбаны қазір алдық. Таң ата салысымен енді қазір эстаға барып осыны қойып бітіріп шығарамыз. Айтпақшыдай, бүгін біз семеркаменбіз. Менен өткенде достар сұрап жатыр екен, мен семерканы YouTube-қа салған кезде приораны сатып семерка алдың ба, приоран қайда деп жатыр екен. Екі машинада бар, уайымдамаңыз, сатқан жоқпын өзімде. Екі машина болған қандай рахат, бір машина эстада бұзылып қалса, екінші машинаның бар запчасть ярып қайта бересің да. Әркімге жалынбайсың да, бірақ запчасть алып қайтайықшы, жалынбайсың да. Так, достар, негізі семерканың арқасында өткенде Титанка жатқан. Қазір жолдас балдардың эмоцияларын көрейікші. Yok, egmat var adı. Қандай? Video. Oy, baaay! Эмоция, şey Алтай достар, эстаға келдік. Жол жөнекенде катафоттарды алдық. Мына диодный катафоттар бар, бізде жанатынша. Өзімкенде алдын қойғам. Қалада көрген болсаңыздар, менде бір 3-4 ма лампочкасы күйіп қалған, короче. 3-4 жанбайды. Новыйын алдық. Құдай қаласа, қазір онда новыйын салып аламыз. Айтатым ғой, бүгінгі видео обновление, кішкене машинаны қайтадан қалыпқа келтіріп аламыз деген нәрсе ғой. Жанындағы карбондарын да ауыстырып алу керек. Әйтпесе көшеде көрген адамдар мына блогердің машинасы ма деген сияқтанды жаман қарайды екен да. Бүгін сондай жерлердің бәрін қалыпқа кетіріп жатырық. Айтпақшы кеше артқы екі брезговикті шештік, алдыңғыларын қалдырдық. Мына алып тастайтын болсам, мынанша расстояниядан бір ашық тұрған сияқты көрінеді екен да. Сол себептен мынаны қалдырдық, короче. Ал құрметті достар, эстадан шықтық. Қоятын нәрсені ауыстыратын барлығын ауыстырып алдық. Енді соңғы қазір наклейка ғана қалып отыр. Наклейканы қазір бір-екі жерден көреміз. Тапсақ таптық, таппасақ осыны бүгін видеоны аяқтаймыз. Мінекей, өзім семеркамен арқамда шыңғыс келіп отыр. О, серия бол. Ал семерканың атын әлі таппадық. Неше түрлі варианттар ұсынып жатыр. Құдай қаласа Титанка қойып алайын. Өзім ойымда бір ат тұр. Машинаның цветіне қарап бір атты қоюға болады. Кейін айтамын, алдағы кішкене шыдаңыздар. Это Титанканың бөлімінде, келесі бөлімде айтатын боламын. Запчасть базарға барып, іздестіріп көрейік, жаңа наклейкасы болса болды, болмаса ондағы дәл сондай карбоновый наклейканы тауып, соны жабыстыратын боламыз. Ал құрметті достар, мінекей біз жаңағы айтқан наклейканы таптық. Матовый кәдімгі негізі заводтан осындай матовый болып шығады ғой. Негізі просто біз бұндай басты білмегенбіз. Опыт жоқ келтіреді, мындай карбонмен жабыстырып тағамыз ғой. Достар, детейлинг центрге келсем, мына жақтан негізі бұрын соңында столовый болған ғой, мына жердің бәрінде. Сөйтсек, бұл жерде магазин ашты. Әлі де бітпеген магазин жасалып отыр. Құдай қаласа енді пока технический открытие дейді ғой. Ертең официальный открытиясын жасаймыз дейді. Таңғарсаңыздаршы. Кеңіздер егер де кімдеген өздеріне музыка жинақысы келетін болса, смело осы жерге келесіздер. Мадиядан келдім десеңіз дейтін болсаңыздар, сізге скидка жасап бере алады, смело міне. Russian Bass дейсіздер ма, Kings Audio дейсіздер ма, Pride десеңіз Pride'тар, буфердің динамиктері, мына жақта мінекей тағы аватар усилдер, мачетта, апокалипсис, өзіңізге керекті любой фирмаларды таба аласыздар, смело келе берсеңіздер болады. Даже буфердің корпусы десеңіздер, буфердің корпусы бар екен. Ну, короче айтқанда достар, сөз жоқ, қысқасын айтқанда, егер де кімдеген өзіне сапалы музыка жинақысы келетін болса, смело келе берсеңіздер болады. Мына өздеріңіз бір айналып қараңыздар. Келіңіздер, көріңіздер, керек нәрселерді сатып алсаңыздар болады. Алтай достар, мінекей барлығын істеп біттік. Вот, міне енді нормально оқыған сияқты, чем бұрынғы карбонға қарағанда. Мынау кішкене заводский сияқты көрінеді. Негізі қазір нойдан шыққан ладалардың бәрінде сондай ғой. Гранттарда осы екі есіктің арасында матовый пленка тұрады осылай черный. Сәл нормально оқылды, адам оқылды. Негізі готовыйлар да сатылады. Мен оны таппаған екен, осындай готовый сияқты матовый пленканы алып істеп тастадық. Ал осындай бүгінгі видео примерно мәресіне жетті. Енді алдағы тағы да істейтін жерлері болып жатса, барлығын мұқият салып отыратын боламыз. Қазір арнадан алыстамаңыздар. Құдай қаласа достар, дәл осы арнада 100 мыңға кішкене қалып, барлығымыз поддержка беріп 100 мыңға бірге жетейік. Достарыңыз болса, достарыңызға жіберіңіздер, каналға жазылыңыздар. Ал олай болса бүгінгі видео примерно осылай. Онан сайын лайк таймын басып, арнаға жазылып, комментарий келген пікір қалдырып кетіңіздер. Ал біздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман